Сіздерме балалар. Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Кезекші. Сыныптағым жоқ. Жақсы отырыңдар. Бұлай болса балалар, мына жерде біз әрқайсымыз металдар туралы бірінші топ натрий тобы, екінші топ калий тобы бойынша топқа бөлініп аламыз. Tağım aldı. Top boyunca oturamadım oğlumuzla. Birinci top natrий тобы, ikinci top kaliy тобы. Балдық жүйе арқылы балалар әрқайсымызды өз-өзіміз бағалаймыз. Артында критерийіне сәйкес өздерің қалай жауап бердіңдер, солай бағалап отырасыздар. Балдық жүйе арқылы. Жақсы балалар. Біз өткен тарауда бажыры жаздық қорытынды бойынша металдар мен құймалар тарауын аяқтап біткенбіз. Сол бойынша тест сұрақтарына жауап беріп көрейік. Тақтарға шыға береміз балалар. Бірінші сұрақ. Қазіргі уақытта неше металл белгілі? Жақсы, жарайсың, тамаша. Металдарда қандай байланыс түрі болады? Екінші сұрақ. Металдық жарайсың, жақсы. Сұйық күйде болатын металл. Сынап дейді, жақсы, өте тамаша. Ең жеңіл металл. Литий дейді, жауап өте тамаша. Жарайсың. Ең ауыр металл. Осмий дейді, өте жақсы. Жарайсың. Айгүлнан. Ең қатты металл дейді, сынап. Сынап емес бізде қайсы екен балалар? Жақсы, бір қате кетті. Ең созылғыш металл. Ең созылғыш. Натрий ғой балалар. Натрий. Келесі. Темірді құймаларын атаңыз. Құймалар. Шойын болар, өте тамаша, жарайсың. Келесі. Менделеевтің периодтық жүйесіне бірінші топ не деп аталады? Бірінші топ элементтері сілтілер деп аталады. Жақсы. Сілтілік металдың ең көп қолданылатын өкілі. Соңғы сұрақ. Жәнетке келе олар. Кет. Өте тамаша, мінекей балалар, жақсы, бірімізді сынап көрдік. Өте тамаша бір тақырыптар бойынша бір-екі қатерлер жіберді. Ары қарай, олай болса, жаңа ғана айттық, біз тестіде ең соңғыда бірінші топ элементтері, яғни созылғыш металл, натрий деп айттық. Жаңа сабағымыздың тақырыбы, бүгінгі числоны дәптерлеріңді ашыңдар, сабақтың тақырыбы бірінші топ элементтері, олардың қосылыстары натрийдің сумен әрекеттесуі. Қарайды, 21.
элементтері. Және олардың қосылыстары. Жазып аламыз дәптерімізге. Осы тақырыпқа сәйкес балалар қандай мақсат алуымызға болады екен? Қандай мақсат алуымызға болады екен балалар? Сілтілік металдардың несімен танысамыз біз? Құрылысын, табиғатта таралуын, физикалық, химиялық қасиеттерін, одан кейін біз сілтілік металдардың оксидтері мен гидроксидтері, яғни қосылыстарымен танысады екенбіз. Оксидтері, гидроксидтері. Мінекей дәптерімізге жазып аламыз негізгі жерлері. Кітаптарын ашыңдар. Сілтілік металдар балаларымыздың Менделеев жасаған периодтық кестеде бірінші топта орналасқан оқулықтарының бірінші тобын ашып көріңіздер. Сілтілік металдар натрий, литий, калий, рубидий, цезий, франций жатады. Бұлардың бәрі тотығу дәрежесі +1-ге тең. Ең күшті физикалық қасиетіне тоқталатын болса, жылу өткізгіштігі, электр өткізгіштігі жоғары, пышақпен оңай кесіледі. Соның ішінде біз тоқталып өтетініміз натрий. Натрийіміз өте жұмсақ, созылғыш, керосиннің ішінде сақталады, өйткені ол тотығып кетеді. Сондықтан керосиннің ішінде сақтап қоямыз, және ол пышақпен оңай кесіледі. Қазір енді бейнероликке назар аударайық. Металдар деп аталады. Олардың атомдарында тек бір ғана сыртқы электрон бар. Сол себепті сілтілік металдар аса белсенді болады. Бізде мұнда сілтілік металдар бар. Мен олардың ең біріншісі және ең жеңілі литийді аламын. Бұларды майдың ішінде сақтау керек. Себебі бұлар ауамен және ылғалмен тез әрекеттесіп кетеді. Сонымен литийден бастайын. Мен оны мұнда салайын деп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай, ол шыжылдап жатыр. Бұл сутек бөлінгендігінің белгісі. Реакция өте экзотермиялық, басқаша айтқанда температура бірнеше есе артып, металл балқып кетті. Барлық сілтілік металдар сумен жылдам әрекеттесіп, күшті сілтілік ерітінді мен сутек газын түзеді. Ең жеңіл үшеуі судан қалқиды. Бұл олардың тығыздықтары металл үшін өте төмен екендігін көрсетеді. Сондай-ақ олар өзге металдардан пышақпен оңай кесуге болатын жұмсақтығымен ерекшеленеді. Олардың балқу және қайнау температуралары салыстырмалы түрде төмен. Сілтілік металдардың барлығы белсенді болғанымен, топтың белсенділігі жоғарыдан төмен қарай артады. Егер мұнда натрийді салсақ, көше шамдарының жарығындай қызғылт сары түсті ұшқын пайда болады. Яғни көше шамдарының құрамында әдетте натрий болады. Калий лап етіп жанады. Бізге кейін шегіну керек. Мына жалын ұшқындарына қараңызшы, сіз оның күлгін жалын екенін көресіз. Сутегі бөлініп ұшып кетті. Біз түзілген сілтіні алдық. Бірақ литий салыстырмалы түрде қауіпсіз. Натрий бір шама қозғыш, ал калий үрей туғыза бастайды. Рубидий мен цезий сирек кездесетін аса белсенді элементтер. Топтағы элементтердің белсенділігі электронға толы қабаттар санының өсуіне сәйкес жоғарыдан төмен қарай артады. Үлкенірек атомдарда ядроны қоршап тұратын электронға толы қабаттар саны көбірек. Сыртқы электрондар алыс орналасатындықтан оларды жоғалту оңай. Бұл элементті одан бетер белсендетеді. Топта жоғарыдан төмен қарай өзгеретін басқа да заңдылықтар байқалады. Сілтілік металдардың тығыздығы артады. Балқу температуралары төмендейді. Және олар жұмсағырақ бола бастайды. Аслы белсенді болғандықтан, сілтілік металдардың барлығы табиғатта бос элемент күйінде емес.
натрий хлориді және натрий гидроксиді сияқты бейметалдармен қосылған түрде кездеседі. Бұл кейде олардың қасиеттері мүлдем өзгереді. Жақсы балалар, енді мен өзімізде бар сілтілік металымыз натриймен тәжірибе жасап көрсетемін. Ең алдымен қауіпсіздік техникасының ережесін сақтаймыз. Қолға киеміз. Бұл металдармен, қышқылдармен, сілтілермен жұмыс істеген кезде теріні күйдіріп жібереді, өте қауіпті деп айтқанбыз. Сондықтан қазір біз натрийді сумен әрекеттесу реакция теңдеуін жасап көреміз. Мынау тартпа шкафтың астында жасалады. Деген дауыс шығып, жанында тұр, көрдіңіздер ма? Натрийдің сумен әрекеттесу реакция теңдеуі, яғни сілті бөлініп жатыр бұл жерде. Дәптерімізге жазамыз. Ал натрий. Жақсы балалар, дәптерімізге олай болса реакция теңдеуін жазып алайық. Натрийдің сумен әрекеттесуі. Қазір ғана не бөлініп шықты? Нәтижесінде натрий гидроксиді негіз және сутек газ күйінде бөлініп шықты. Реакция теңестіреміз. Реакция тең ба? Жоқ, натрий алдына 2 қоямыз және су молекуласының алдына 2 қоямыз. Қалай оқимыз бұны? 2 молекула натрий, 2 молекула су молекуласымен әрекеттесіп, нәтижесінде 2 молекула натрий гидроксиді және сутек газ күйінде бөлініп шықты дейміз. Жазып алыңдар. Дәптерге ең негізгі тірек сөздерін жазып аламыз балалар. Қосылыстары қандай екен? Оксидтер және гидроксидтер, сілтілер, сілтілік металдар. Жаңа тақырып бойынша жеке оқып аламыз. Одан кейін жұпта талқылаймыз және топта жұмыс жасаймыз. Түсінікті ма? Ал осы 2 тақырып бойынша.
бетке де түсіреді. Әлекей балалар, қайта топтайын. Үш топ, натрий тобы. Ортаға шығамыз. Синтетик металдардың табиғатта таралуы, алынуы, физикалық қасиеттері. Табиғатта таралуы бойынша натрий 6-шы орын алады. Ол тек қосылыстар үшін қосылыстар күйінде алынады, кездеседі. Олар чили селитрасы, натрий нитраты, галлий тұзы, натрий хлориді, сода, натрий карбонаты, көбейтілген 10 молекула сутек, лаурет тұзы, сильвинит, ең маңыздысы натрий хлориді, ас тұзы. Оларда көлдердің негізгі құраушысы. Оларда көбінесе аралый балқашта кездеседі. Натрий өндірісінің өзінің тұздарының баланмаларына электролизм әдісімен алынады. Натрий алғаш рет Денвин осы әдіспен алынды. Деви осы әдіспен. Натрийдің атом құрылысы натрий 3-ші периодта 1-ші топтың негізгі топшыларында орналасқан. Натрий пышақпен оңай кесілетін жұмсақ металл. Жақсы кескен кезде жылтырап тұрады, бірақ ауада жылдам тотығады. Электр тоғымен жылуды өте жақсы өткізеді. Натриймен жұмыс істеген кезде сақ болу керек. Оның түйіршігі қолмен ұстауға болмайды, себебі ол теріні сумен әрекеттесіп, күйдіргіш натрий түзіледі де қолды күйдіреді. Гидроксиді ақ түсті қатыста күйдіргіш натрий деп аталады, себебі қағазда теріні күйдіреді. Натрий гидроксидін суда жақсы еритін су тартқыш гидроскопиялық зат болғандықтан жақсы жабылған ыдыста сақтау керек. Синтетик металдардың оксидтерімен әрекеттескенде негізгі қасиеттерін айқындайды. Бірінші, қышқылдық және екідайлы оксидтермен тұз және су түзе әрекеттеседі. Екі молекулалы натрий гидроксиді және сульфаты әрекеттескенде нәтижесінде натрий сульфаты және су молекуласы бөліп шығады. Жақсы. Келесі. Екі натрий мен хлор әрекеттесіп, натрий хлорид шығады. Және де екі натрий мен күкірт әрекеттесіп, сульфиді шығады. Натрий сульфид, яғни бейметалдармен әрекеттесіп жатыр. Жақсы. Натрийдің қосылыстарының қолданылуы. Натрий ғылым мен техниканың айырылуан саласында қолданылады. Натрий гидроксиді қағаз, сабын, дәрі-дәрмек және де басқа да ғылыми салаларда қолданылады. Екідайлы негіздер натрий гидроксидімен артық мөлшерде еріп, тұз және су түзіледі. Екі молекула натрий гидроксиді мырышпен әрекеттескенде нәтижесінде натрий цинкаты және су бөліп шығады. Екі гидроксид, екі негіз қосылып, силикат бөлініп шығып жатыр. Жақсы, мінекей. Тағы да алып қосатыларың бар ма, балалар? Тағы да айтатындарың бар ма бірінші топтан қосатындар? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі оқулықтағы есепке тоқталып өтейік. Жұп бойынша әрқайсымыз тақтаға шығып, есептер шығарамыз. Бірінші жұп бойынша шығарып алыңдар өздері. Одан кейін тақтаға жазамыз. Бұл деңгейіндегі 5 есеп берілген. Бірінші жүппен шығарып аламыз. Содан кейін тақтаға шығып жазамыз балалар.
ойыңыз бар? Аха. Жақсы дайынсыздар ма? Қалтасына шығарып, біріншіден тақтадан бастайық. Қатесін қараймыз балалар, дұрыс жазылып жатыр ма? Тексеріп шығайық есепті. Аха. Есептің шартын оқи ғой. Бізге мында берілген тұстардың формулаларын жазу керек болған. Яғни бұл натрий карбонаты, бұл калий дигидрофосфаты, калий карбонаты және де бізде литий сульфаты. Жақсы, жарайсың, тамаша. Отыра ғой. Қараңдар, соңғы айналым, бірінші есебіміз айналымдарды жүзеге асыру болатын. Бірінші натрий хлориді шықты, одан натрий хлоридін ыдыратып натрий алды, одан оксид алды, одан кейін негіз және тұз түзілді. Реакция жақсы, теңесті. Отыра ғой, жарайсың, жақсы, әне. Соткідегі фонаригімізді қолымызға аламыз. Бұл фонарик әдісі деп аталады. Астынан фонаригін жағып, қай оксид па, негіз ба, тұз ба, соның формуланың атын атаймыз. Түсінікті ма? Кальций оксиді. Жақсы, жарайсың. Мырыш оксиді, алюминий оксиді, алюминий гидроксиді. Келесі, Нұрали. Калий нитраты. Жақсы. 6 валентті. Күкірт 6 валентті. Оксиді. Натрий оксиді, темір Жақсы. гидроксиді, Қанша Үш еселенген. Үш еселенген, жақсы. Алюминий оксиді, дикалий натрий фосфаты, Дикалий натрий фосфаты, жақсы. тұз қышқылы. Тұз қышқылы, жақсы, жарайсыңдар, тамаша. Енді келесі балалар, шеңбер әдісі. Топпен. Қалай қараймыз? Тездетіп қазіргі елерімізді айтып жібереміз. Өткен болса оксидтер, гидроксидтер, негіздер туралы үш жерде айтылады. Сілтілер. Балалар дайынбыз ба? Олай болса атайық енді. Ал, бейбарыс. Калий гидроксиді. Өте тамаша, жарайсың. калий оксиді, Жақсы, жарайсыңдар, тамаша. Келесі тапсырма бізде сәйкестік тесті осы сабақты қорытындылай келе табиғатта кездесу туралы сіркілік металдарды атап шығамыз. Тақтаға қараймыз. Келе бер. Және де келе оң. Тұзы. Жақсы, жарайсың. Жібек, жақсы. Артелік тездетеміз. Ас содасы. Каустикалық сода дейді. Ал енді жауап тексерейік. Өте тамаша, жақсы, жарайсыңдар. Балалар, мінекей сабақтың аяғына да таяп қалдық. Кері байланыс бойынша бүгінгі сабақ сіздерге қалай түсінікті болды ма? Жоқ әлде түсінген жоқсыздар ма? Жоқ әлі де түсінетін не бар деген сияқты мына жерге қолдан апарып кері байланыс парағына жазыстырамыз. Жақсы. Бүгінгі сабағымыз бойынша мақсатымызға жеттік па? Қасиеттерін, қосылыстарымен таныстық, табиғатта таналуын, алыну, қолдануымен жақсы танысып өттік. Жақсы, олай болса үйге берген тапсырманы жақсылап белгілеп алыңыздар, күнделіктеріңізге бағаларыңызды қойып берейін. Жақсы, сау болыңыздар.